Әжағай киесінің пайда болуы туралы. Жаратушы көк пен жерді, адамзат пен итті жаратқанда, аң құс біткендердің, яғни барлық тірі жан иелерінің де алғашқы ата-аналары пайда болған екен. Жасағанның жар болып, қолдап қорғауымен бұлардың бәрі өсіп өніп, өмір тіршілігін жалғастырып, ұрпақтарын өрбітіпті. Жер мен көктің арасында ай мен күн туылып, әлемді қара түнектен құтқарса да, қараңғылық бір жол айығып кетпепті. Сөйтіп бір тәуліктің жартысы күндіз, жартысы түнге, бір айдың 15-і қараңғыға айналып, алма кезек ауысып отыратын болыпты. Қараңғырық орнаған кезде тіршіліктің жаулары тірі жан иелеріне қырсығын тигізіп, қаскөй құбыжықтар қаптап өніпті. Олар қара түнді жамылып, түрлі кесір, кесапат, ауру, ажал төндіріп, жарық түсіп, таң атқанша мазар бермепті. Ізгі иелер, киелер тіршілікті қорғап, зиянкес құбыжықтарды жеңіп, бірде жеңіліп, шайқасқа түсіпті. Сөйтіп қараңғы мен жарық, жақсылық пен жамандық, ізгілік пен жауыздық, өмір мен өлім арасындағы жауынгершілік заманнан заманға созыла беріпті. Жасаған ай мен күнді, жарық пен жылуды, көк пен жерді жаратып жарылқады. Бірақ жарық нұрдан қорқатын ұсақ түйек құбыжықтар қараңғыда қағынып, адамзат пен жан-жануарларға ажал апатын төндіруге ұмтылады екен. Бұны біліп, қатты қаһарланған жасаған оларды жазалау үшін Әжағай киесін аттандырады. Әжағайдың киесі, Жазайылдың садағы, тартылғанда күн күркіреп, оның оғы жасыл болып жарқылдап, жауларын жайратады екен.